Сәлем достар, эфирде мен Камила. Бүгін біз осындай ауызда еритін творожный пирог дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге 200 грамм ұн, 180 грамм маргарин қажет болады. Ұсақтап тұрап, ұнның үстіне салып, қолымызбен үгітіп шығамыз. Бұл тестаның ерекшелігі қамыр қылып жасамаймыз. Осындай үлпілдек болып шығу керек. Үстіне бір пиала қантымызды салып, қопсытқышымыздан бір шай қасық салып араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін дәл осы күйінде ыдысқа жайғастырамыз. Ыдыс менде кішкентай болғандықтан екіге бөліп пісіремін. Осы ұнтағымызды екі ыдысқа теңдей, бір ыдысқа азырақ етіп бөліп аламыз. Азырақ етіп бөліп алған ұнтақты бетіне себу үшін қолданамыз. Ұнтағымызды теңдей екіге бөлгендіктен екі ыдысымыздың диаметрі бірдей болу керек. Ыдысымызға салып болғаннан кейін қолымызбен жан-жанынан сәл шығыңқырап тегістеп шығамыз. Екінші ыдысты да бірінші ыдыстың диаметрімен сәйкестендіріп, бұған да дәл солай саламыз. Бетіне салатын салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін 500 грамм творог, бір пиала қант, 2 дана жұмыртқаны жарып, үшеуін бірге жақсылап араластырып аламыз. Осындай блендердің көмегімен, болмаса вилканың көмегімен де араластырып алсаңыздар болады. Міне менің салмам дайын болып шықты. Бұны да теңдей екіге бөліп, екі ұнтағымыздың үстіне сеуіп шығамыз. Саламыз. Салғаннан кейін бетін тегістеу керек. Лопатканың көмегімен тегістеп шығамыз. Тегістеп болғаннан кейін алып қалған ұнтағымызды бетіне жұқалап сеуіп шығу керек. Міне біздің творожный пирогымыз дайын болды. Енді 180 градуста қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. 20-30 минуттай піседі. Қопсытқышы болғандықтан астындағы ұнтағымыз көтеріліп осындай биік болып шығады. Өте жұмсақ әрі дәмді үгітілмелі болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ұнайтыны сөзсіз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып қойыңыздар. Сау болыңыздар.